Сондай-ақ, Крис өзінің жеке ісін құру және дамыту мүмкіндігі туралы үнемі ойланып жүрді, және ол табысқа жетті. 1987 жылы ол Чикагода өзінің брокерлік компаниясын ашты. Содан кейін ол сәтте бизнесін өте үлкен сомаға сатты. Бүгінде Крис Гарднер ең табысты брокерлердің бірі болып саналады. Ол адамдарды өмірлерін өзгертуге итермелейді. Бүкіл әлем бойынша лекциялар мен шеберлік сабақтарын жүргізеді. Оның сұхбаттарының бірі «Бақытқа ұмтылу» фильмін жасауға негіз болды. Оның бірнеше кітаптарды сәтті сатуы, сондай-ақ $миллиард асатын жоғары табысы есебінен. Егер сіз кенеттен қиын өмірлік жағдайға тап болсаңыз, жақсы болашаққа деген үміт және сеніміңізді жоғалтпаңыз. Ақыл ойыңызды әрқашан байсалды ұстаңыз және берілмеңіз. Әрекет етуді және мақсатыңызға жету үшін ұмтылуды жалғастырыңыз. Сонда сіз Крис Гарднер сияқты жетістікке жетесіз. Мен сізге бір адам туралы айтқым келеді. Ол әрқашан біз ұмтылатын арман үлгі болу керек деп толық сенімді. Бұл Крис Гарднер және оның ерекше қызықты табыс тарихы туралы. Крис Гарднер жұмбақ тұлға ма? Көптеген табысты адамдардың оқиғалары қайғылы басталуымен басталады. Бұл планетадағы ең бай адамдардың бірі болған бұрынғы панасыз бала Крис Гарднермен де болды. Оның ұраны ешқашан берілме. Біздің кейіпкер 1954 жылы Америкада дүниеге келген. Крис бала кезінде қиын өмір сүру жағдайларында болды. Ол әкесіз өсті. Анасы рецидивист қылмыскердің үнемі түрмеде отыруына байланысты, ол баспанада тәрбиеленді. Бірде бұл әйел Кристің өгей әкесімен бірге үйін өртеуге шешім қабылдады. Ол үшін ол тағы да түрмеге жабылды. Кристің өзі де өгей әкесімен жақсы қарым-қатынаста болмаған. Баланың бетпе-бет келген үлгілерінің бәрі теріс болды. Крис әрқашан осы батпақтан шығып, жаңа, гүлденген өмір сүруді армандаған. Крис армиядан оралғанда, медициналық зерттеу зертханасына жылына $8,000 жалақы алатын жұмысқа орналасты. Ол бір қызды кездестіріп, онымен үйленді. Бірақ көп ұзамай ажырасып кетті, өйткені некеге дейін қарым-қатынаста болған әйел оған ұл туды. Гарднер ажырасу рәсімінен кейін үйінен айырылды, бірақ оның әл-ауқатын жақсартудан үмітін үзбеді. Бір күні Крис қымбат көліктен әдемі костюм киген адамды көрді. Онымен сөйлесуге, қалай байығанын білуге батылдық танытты. Ер адам биржалық брокер болып жұмыс істейтінін айтты. Крис шабыттанып, осы адамнан үлгі алуға шешім қабылдады. Ол бұл жұмыс туралы мүлдем ештеңе білмеді және оны түсінбеді. Крис оның көп ақша келетінін ғана түсінді. Біраз уақыттан кейін ол осы брокердің кеңсесіне стажер болып кірді. Алайда бірінші жұмыс күнінде ол қысқартуға байланысты жұмыссыз қалды. Сол күні оған $1,200 көлемінде айыппұл салынған туралы хабарлама табыс етілді. Қызы оны тастап, ұлын алып кеткен. Тек 10 айдан кейін басқа брокерлік кеңседе ақысыз тағылымдамадан өтуге қол жеткізді. Алайда көп ұзамай жолы болып, ұлы өз тәрбиесіне қайта оралып, жалғыз басты әке атанды. Біраз уақыт баламен мүмкіндігінше түнеп жүрді. Бірақ медициналық құрал жабдықтарды сатқаннан кейін тамаққа ақшасы болды. Қатты және адал жұмыс үшін Крис жұмысқа қабылданып, бірден жоғарылады. Ол кедейлікті жеңді. Содан кейін фирмасын одан да көп табысы бар табысты фирмаға ауыстырды.